Арада көп күн өткен жоқ болатын. Дәрігерлердің облыстық конференциясы болып, қасиетті ең жақсы терапевт есебінде баяндама жасауға осы шараға жіберген. Жиналыс сағат 17-де аяқталды. Сонында делегаттар үшін арнайы жайылған дастарханға қарамай балабақшадағы қызына асығып қасиет кетіп қалды. Жолда келе жатқанда жүрегі әлденеге қатты соққандай болды. Мұндайсы болмайтын. Мүмкін баяндама жасағанда қатты толқып едім. Содан шығар деп асығыс жүрісін сәл баяулатты. Жиналысқа арнайы киген туфлинің де өкшесі өте биік еді. Ол да қаттырақ жүруге кедергі жасағандай болды. Уақыт әлі бар. Мен неғып асығып келемін осы деп ойлады қасиет. Жай жүріп барсам да болады ғой, бірақ жүрек дүрсілі қояр емес. Әлде анарыма бір нәрсе болды ма? Бұл ойдан тіпті қорқып кетті. Құдай сақтасын, жаман ойлай бермейінші деп бала бақша ауласына жетті. Анар баратын қызғалдақ тобының есігін ашты. Есік алдынан тәрбиешісі Раушан шыға келді. Қасиет Сабырбаевна, сіздің ауруханаға түсті деп еді, Анарды басқа кісі алып кетті. Сіздің мобильныйға телефон соғып едік, анықтап білейік деп. Ол жауап бермеді. Осы 20 минут бұрын, деді Раушан. Ол кісінің қолында сіз жазған записка міне. Анарды сосын біз бердік. Қасиет бұл сөзді естігенде талқысып құлап кетті. Сол жерде балабақшаның медбикесі шақырылып, нашатыр искетіп, өзі дәрігер Қасиеттің өзіне ем шара қолданды. Мен ешқандай ауруханаға түспедім. Конференцияда болдым. Баяндама жасадым. Жүрегім әлдене сезгенде екен-ау. Анарым, ай, енді қайдан табам? Сені кім алып кетті екен? Қасиет жазды деген хатта бұлай жазылыпты. Мен шұғыл ауруханаға түсіп қалдым. Бұл барған кісі менің сіңлім. Анарды бересіз. Ертең Анар бақшаға келмейді. Сіңлім үйінде, мен ауруханадан шыққанша қарайды. Рахмет. 09.09.2015 жыл. Қазір кеш болмай тұрғанда полицияға хабарлайық, деді балабақшадағы күтушілердің тағы бірі. Жоқ, бұл қай жақтан келіп тұрған бәле екенін жүрегімен сезіп тұрмын. Мен қазір бір кісімен ақылдасамын. Сіздер енді болған араласпай қойыңыздар, деп бала бақшадан Қасиет шыға берген. Мен сізбен бірге барамын. Мен қолымен беріп жіберіп едім, мен де кінәлімін. Әрі сіз жалғыз болмаңыз, мен қасыңызда жүрейін, деп тәрбиеші Раушан да Қасиетпен бірге шықты. Жолда келе жатып Қасиет қызметтес жігіт Ерболатқа телефон соғып болған оқиғаны баян етті. Сен тура үйіне бара бер. Саған олар звондауға тиісті. Мен айттым ғой, анау күні. Мүмкін үйдің құжатын сұрар, мүмкін басқа. Мен де қазір саған барамын, деді Ерболат. Үй барған соң тағы да ақылдасамыз. Қасиет пен Раушан үйге келді. Артынша Ерболат да ентігіп жетті. Мүмкін Анарды тіпті басқа біреу алып кетсеше, енді не істеймін, деп Қасиет үйге келген соң көз жасын көлдетті. Құрсын, осы пәтер бәле болды ғой, аламын десе алсын, мен енді келісім беремін, егер осы пәтерге қарап тұрса. Содан соң тәрбиеші Раушаннан Анарды алып кеткен әйелдің келбетін, киім киісін сұрастыра бастады. Қасиеттің қобалжуы Раушанды да
қорқыта бастады. Қасиет Сабырбаевна, полицияға барайықшы, айтай осы жайды дей берді дегбірсізденіп Раушанда. Баланы алып кеткеніне әлі 1 сағат болған жоқ. Кешкі сағат 9-ға дейін күтейік. Егер болмаса полицияға бару керек, деп ақыл берді Ерболат. Екі елдің үрейлі түрлерін көрген соң, мен ойымша тура Ресейдегі кинолардың біріндей болайын деп тұр. Аналарды алып кетіп отырған сенің өз қайнысының Рая шешесі екеуінің бар ойы сенен пәтерді алу. Олар ертеңге дейін шыдамайды. Қазір телефон соғып қалар. Олардың таныс полициялары да көп. Біздің полицияға баратынымызды біледі. Оларға да ақша беріп ескертіп қойған шығар, деді Қасиет. Рая қайынсінім де шешесінен асып, бұл жағынан келгенде не бір зәлімдік жасай алады. Үйдің құжаты тек нотариат арқылы реттеледі. Бүгін сенімен сөйлескенде қашан, қай жерге, қандай нотариат кеңесіне бару туралы саған тапсырма береді. Қызынды сен өз қолына алмайынша құжатты бермейтініңді айт. Өзінше олардың айтқанына келісе салма, деді Ерболат көп білетінен хабар беріп. Уақыт күткендерге сағаттың тілі жүрмей тоқтап қалғанға ұқсайды. 2 сағат өткенде күткен телефон не емес. Есіктің қоңырауы шылдыр ете қалды. Үшеуі бірдей өре түргелді. Қасиет жүгіріп барып есікті ашты. Ойлағандай Рая қасында сөмке ұстаған бір жігіт үйге кірді. Менің қызым қайда? Анар қайда? Болды. Бірінші сұрағы Қасиеттің. Саған қыз керек пе? Қызды саған бермейміз. Қыз Асқардың қызы. Өзіміз тәрбиелейміз, өзіміз өсіреміз. Ал біз мына пәтерді аламыз. Құжатын тап қазір пәтердің. Мына жігіт нотариус. Қазір бәрін өзі реттейді. Евсе бұл пәтерге сенің еңбегін сіңген жоқ. Асқардың арқасында жұмысқа тұрдың. Асқардың арқасында пәтерлі болдың. Енді хватит. Сіз айқайламаңыз. Сіз бүйтіп заңсыз кімді басынасыз? Сіз кімсіз өзіңіз? Деп Ерболат араға түсіп сөз бастай беріп еді. Рая екі көзі одан сайын бажырая. Мынауын кім еді тағы? Асқар ауруханада жатқанда бір адаммен жүреді деп естіп едім. Сол ма мынауын арашаға түсіп тұрған? Қалай? Ондай сөзге аузым барады? Рая, сен менің арыма тиіспе. Мен ерегіскенде саған ешқашан пәтерді бермеймін. Шық үйден қазір, деді Қасиет бірінші рет арына жала жапқанына ашынып және даусын көтере. Ойбай-ау, мынау не дейді, ей, Даусын шығайын депті, ой, өзінің, деді де долданған Рая Қасиеттің қасына жетіп келіп, екі қолмен жағасына жабысып, өкпесі тұсынан ұрып қабырғаға итеріп кеп қалды. Қасиеттің басы жарға соғылып құлады. Мұны көрген бақшаның тәрбиешісі Раушан да қарап тұрған жоқ. Раяға тұра ұмтылды. Рая мен еріп келген нотариус жігіт босағада тамаша көргендей сілейіп қатып қарап тұр еді. Рая оған айқайлады. Ей, неғып қарап тұрсын, мелшиіп? Сені неғып ертіп әкелдім, мен мұнда. Бұл кезде Ерболат оны тоқтатты. Жігіт мына көріністердің бәріне таңданған болар, аяғын алға басып, сосын кілт тұрды. Тіпті кетіп қалғысы келген сынайда есік жаққа қарады. Рая өзіне Раушанның қосарланып тескеніне жыны келіп, «Все вы несчастные», деп балағаттап төрге қарай итерді. Бұл сөз Раушанның да намысына тиді. Кімді балағаттап тұрсыз? Біреудің арына, намысына тимей сөйлеңіз, деп жауап қатты Раушанда.
Ерболат екі елдің арасына түскелі бері жаққа шыға бергенді. Сол кезде Рая ашуланып, Раушанды тағы да итеріп кеп қалғанда Раушанның аяғы сол жердегі диванға сүрінді де басы төрдегі темір батареяға барып соғылды. Артқы оң шекесі ме жоқ шидесінен қан бұрқ етіп, бет-аузын жуып кетті. Қасиеттің жан даусы шықты. «Раушан-ай, жаным, Раушан-ай!» дей берді. Раушанның қасына жетіп барып, басын құшақтап. Жедел жәрдем келіп, жеткенше жарты сағат уақыт өтті. Едендегі сорғалаған қаннан ақ Раушанның жағдайы қиын екені белгілі еді. Аурухана дәрігерлері барынша жас келіншекке дереу қан құйды. Ертеңіне басына ота жасады. Бірақ 2 күннен кейін бала бақша тәрбиешісі Раушан Кәкенқызы бұл өмірінен қоштасып жүре берді. Рая Ермекбайқызына 4 адам куәгер болды. Бір өзіне 2 айып тағылды. Біріншісі баланы ұрлап кетуі, екінші кісі өлтіруі, өзі қасына ертіп келген нотариус жігіт барлық шындықты тізбелеп жазып беріпті. Раушанның да Ерболаттың да тергеушілерге көргендерін ақиқатпен айтып берді. Алайда Раяның соты мерзімнен ұзаққа созылды. Шешесі Сәнімгүл кісі өліміне қарамастан қызы Раяның жазасын жеңілдетуге жоғары сотқа дейін арызданды. Таныстарының бәрін салып бақты. Соның өзінде бұл істі қараған сот жеңілдік жасамады. Рая Ермекбайқызын 10 жыл бас бостандығынан айыруға үкім шықты.